Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі құрақты тігетін боламыз. Алдағы тіген жайлы видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма жазылып қойыңыздар. Бізге керегі осындай бөз матасы, шыт матасында қолдансақ болады. Негізі астына қаттылау мата болғаны дұрыс құрағымызға. Ал енді бізге керегі тағы да лента. Осындай песок матадан бұл көзі болады. Екі өлшемде керек болады. Міне шаршымызды осылай сызып алып, екіге бөлетін боламыз. Қайшымен қиып аламыз. Осылай болып шығады. Енді біз ортасын белгілеп аламыз алдымен. Енді көрініп тұру үшін ручкамен сызамыз. Нүкте қойып қоямыз. Көзімізде де осылай ортасын белгілеп аламыз. Міне, енді осы екі нүктені бір-біріне қойып тігеміз. Сол кезде ортасы бірдей болып тең шығады. Нүктемізді бір-біріне келтіріп аламыз. Жаңағы белгілеп алған. Енді төрт бұрышымызды, шаршымызды дұрыс тұрғанын қараймыз. Жылжып кетпеу үшін шетін айналдыра тігіп шығамыз. Енді лентамызды тігіп бастаймыз. Ол үшін түгіне қараймыз міндетті түрде. Түгі төменге қарап жатып тұруы тиіс. Осы шаршымызды айналдыра тігіп шығамыз. Лентамызды айналдыра тігіп шықтық. Ендігі кезекте песок матамызды бұрыштарына қойып шығатын боламыз. Біздің песок матамыздың артына флизелин жабыстырылған. Міндетті түрде флизелин жабыстыру керек. Ендігі кезекте дәл солай тігіп шығатын боламыз. Бір қатар лента, сосын бұрыштарына осындай жылтыр мата, песок матамызды қойып шығамыз. Барлығын солай қайталап отырамыз.
Осы жерде біздің лентамыз тұр. Құрағымызды тігіп болдық.
Міне бізде осындай әдемі құрақ шықты. Енді артық маталарымызды қиып алып тастаймыз.